Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Barша мадақтар мен мақтаулар әлемдердің Раббысы Аллаға, салауаттар мен сәлемдер ардақты пайғамбарымызға, барша үмметі Мұхаммедке, сіздерге, біздерге Алла Тағаланың мейірімі, пайғамбарымыздың шапағаты болсын деп бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін кітаптың ең соңына шығып кетеміз. Алла қаласа аз оқығаннан кейін. Біз өткен сабағымызда жалпы адамдарды үш топқа бөліп айтқан болатынбыз. Үш топқа бөліп айтқан болатынбыз. Біріншісі мүлдем танымайтын адамдар дедік, және достар дедік. Екіншісі бүгінгі өтетіміз көбінесе таныс адамдарға байланысты. Сіздің досыңыз емес, не болмаса танымайтын адам демес, әйтеу аман сәлемеңіз дұрыс, таныс адамдар дейді. Бұл таныс адамдарыңыз сіздің. Фахтар минхум. Бұл адамдардан сіз үнемі сақтану керексіз. Не үшін? Өйткені сізге жамандық, сізге бір қандай да бір өміріңізге аяқтан шалу деген сияқты нәрселердің барлығы таныс адамдарыңыздан келеді. Әмма садиқ файуинук, достарыңыз сізге көмектеседі. Шынайы адал досыңыз болса сіздің, сізге ешқашан орғазбайды, сіздің аяғыңыздан шалмайды, етегіңізден тартпайды, көмек қолын созады үнемі. Танымайтын адамдар, сіздің өміріңіз оған қызық емес. Танымайтын адамдарға не істеп жатсыз, не қойып жатсыз, қайда барып жатсыз, қызық емес танымайтын адамдардың өмірі. Ал сіздің өміріңіздегі көптеген сізге жасалатын қастандық, сіздің аяғыңыздан шалу, басқа нәрселердің барлығы таныс адамдардан келеді. Сіздің өміріңізді білетін, не істеп, не қойып жүргеніңізді көретін адамдар. Олар тілімен сізге дос сияқты көрінеді дейді. Тілімен сізге дос сияқты көрінеді, бірақ іс жүзінде сіздің бір сүрініп кетуіңізді, сіздің бір нәрседен табысқа жете алмай қалуыңызды қалап жүреді, бір орайды күтіп жүреді. Міне, сондықтан таныс адамдар деп айттық бұны, достар емес. Достар сізге көмектеседі үнемі. Танымайтын адамдарға келсек, сіздің өміріңіз оларға қызық емес, таныс адамдардан келеді екен. Күнделікті сіздің өміріңізді білетін, сізді танитын адамдар. Міне, فأقلل من المعارف ما قدرت فإذا بليت بهم في مدرسة أو مسجد أو جامع أو سوق أو بلد. Біздің енді өмірде адамдардың бәрін танымай өтуіміз де мүмкін емес, немесе бүкіл адамдарды дос қылып алуымыз да мүмкін емес. Таныс адамдар болады, аман сәлеміміз дұрыс, ол қызметтес болуы мүмкін, ол көшеде кездесіп жүрген адамдар болуы мүмкін дейді. Ондай адамдарға қарсы ондай адамдарды біз не істейміз? Ешқашан сіз сырын білмейсіз ғой. Сондықтан ол адамдарды төмен санамаңыз дейді ешқашан. Ешқашан төмен санап, бір қалай деп айтсақ болады. Ешқашан төмен санап, оңай жай алына салатын адам ретінде санауға болмайды. Түсінікті ме? Өйткені біреу оның ғалым болуы мүмкін, біреу білімді адам болуы мүмкін, біреу анау, біреу мынау деген сияқты. Бұл енді рухани жағынан қарайтын болсақ, ол сіз енді жай ғана таныссыз, бірақ ішкі жан дүниесін нақты ішкерлей танымағандықтан, Алланың алдында ол адамның дәрежесі сізден жоғары болуы да мүмкін дейді. Міне, бұл нәрсеге біз көңіл бөлейік. وَإِذَا سَأَلْتَ وَاحِدًا حَاجَةً فَقَضَاهَا فَاشْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى وَاشْكُرْهُ. Мынандай бір исламның және әдебі бар. Сіз біреуден бір қажеттілік сұрадыңыз, көмек сұрадыңыз, сізге көмектесті. Онда сіздің бірінші жасайтын ісіңіз дейді, фәшкуриллахи тағала,
Бірінші, Аллаға шүкір ету керексіз, сол адамның сізге көмектескен үшін. Екіншісі, уәшкүрху, сол адамға рахметіңізді айту керексіз. Сіз бір ауыз рахмет, Алла разы болсын деген сөзге қараулық, сараңдық танытуға болмайды. Кез келген адам сізге көмектесті ме, есіктен шығып бара жатыр, сізге орын беріп жерді, жол беріп жерді, рахметіңізді айту керексіз оған. Өйткені пайғамбарымыз кез келген жақсылықта рахметімізді айту керекпіз. Өйткені ол адамның, ол сізге сауап, және сол адамның сол жақсылығын ары қарата жалғастыра беруіне сіз себепші боласыз, кішкене болса да. Өйткені пайғамбарымыз хадисінде келеді, пайғамбарымыздың: "Мән әсті илайкум мa'руфан факафиуху". Кімде-кім сізге жақсылық жасаса дейді, сіз де сондай ол адамға жақсылық жасаңыз. "Фа ин лам тaqdiru ala mukafa'atihi fad'u lahu". Егер сіз сондай жақсылық жасауға сіздің мүмкіндігіңіз болмаса, ең болмаса, оған рахметіңізді айтыңыз дейді. Бір ауыз сөзбен болса да, жылы лебізіңізді білдіру керексіз. وَإِنْ قَصَّرَ فَلَا تُعَاتِبْهُ وَلَا تَشْكِهِ فَتَصِيرَ عَدَاوَةً. Енді сіздің көршіңіз бола ма, не болмаса бір таныс адамдарыңыз, сіз көмек сұраған кезде келмесе, көмек көрсете алмаса, ондай жағдайда оған бола ренжудің қажеті жоқ. Түсінікті? Оған бола ренжудің қажеті жоқ. Өйткені وَكُنْ كَالْمُؤْمِنِ يَطْلُبُ الْمَعَاذِرِ. Нағыз мұсылман адам сияқты бол дейді. Ол адам, нағыз мұсылман адам не істейді? Бір досы болсын, бір көршісі болсын, немесе бір таныс қызметтесі болсын, көмек қолын сұраған кезде көрсете алмай қалса, сіз одан өзір іздеу керексіз. Ол қандай өзір? Мүмкін уақыты болмады, мүмкін ауырып қалды, мүмкін бір нәрсе болды деген сияқты. Ренжу қажет емес. وَلَا تَكُنْ كَالْمُنَافِقِ يَطْلُبُ الْعُيُوبِ. Сіз 200 адамдар сияқты болма дейді. Айналаңыздағы адамдардан үнемі кемшілік іздеп отырасыз. Үнемі ол адамның бір қателігін көріп отырасыз. Мына жақта 99 жақсылығы бар, ал мына жақта бір қателігі бар жасап қойған сізге, сіз не істейсіз? Сол қателігін ғана көріп қаласыз. Мына жақта қанша рет сіз шақырған кезде жүгіріп кеп қасыңыздан табылып көмектескен, ал бір рет көмектесе алмай қалған кезде сіз қолыңызды бір сілтеуіңізге болмайды оған. Мұсылман адамға бұл қасиет жараспайды дейді. Міне сондықтан бұл мәселеге көңіл бөлу керекпіз. Мынандай да әдеп мәселесіне қатысты мынандай да нәрсе бар. Ол сіз таныс адамыңыз, бір ортаға барып қалдыңыз. Кластас, немесе сыныптас, кез келген бір орта. Енді қараңызшы, сол жерге барған кезде дейді, немесе туысқаныңыз болуы да мүмкін ол. Өзіңіздің жақын араласып жүрген адамдар болуы да мүмкін. Бір қате іс жасап жүр. Сіз өзіңіз намаз оқисыз, намазға уағыз айтқыңыз келуі мүмкін, жақсылыққа шақырғыңыз келуі мүмкін дейді. Егер ол адамның өн бойынан сіздің сол айтқан сөзіңізді қабылдайтындай бір сезім болмаса, ол уағызыңызды, насихатыңызды айту қажет емес негізі. Түсінікті ме? Айту қажет емес. Енді не істеу керексіз? Барынша іс-әрекет. Мысалы, көп адамдардың айтады: менің анам намаз оқымайды, менің әкем намаз оқымайды, менің ағам намаз оқымайды, менің бауырым намаз оқымайды деген сияқты. Оларға барып сіз күнде намаз оқы, ораза ұста, бейт, сөйт деп айта берсең, олар жасамайды сіздің. Керісінше, сізбен арада бір алшақтық пайда болуы мүмкін. Сізден жалығады. Көрген сайын осы адам уағыз айта береді, насихат айта береді деп сізден қашатын болады бір күні. Одан да не істейсіз сіз? Оларға екі түрлі тәсіл қолдануға болады. Біріншісі, іс-әрекет. Өзіңіздің мінезіңізді дұрыстаңыз, көркем мінез болыңыз. Әрдайым бұрын қандай едіңіз, қазір қандайсыз, өзіңіздің ішкі жан дүниеңізбен жақсарғандығыңызды сезіндіріңіз, және олар үшін дұға жасаңыз. Осы нәрсе
өте пайдалы. Өйткені біздің ғалымдарымыз айтқан, қараңызшы, 1000 адамның уағыз айтқаннан дейді бір адамға келіп, бір адамның сол адамға айтып жатқан іспен көрсеткені ол өте әсерлілік дейді. Өте ол адамның жан дүниесіне әсер етеді. Бір адамға не істейсіз? Мысалы, жетімдерге көмектесу керек, кедей адамдарға көмектесу керек деп, 1000 адамның біреуге уағыз айтқаннан, бір адамның барып, соны ертіп барып өзі қасына көмектескенін іс жүзінде көрсеткендігі ол адамға өте әсерлі болады. Іспен көрсету керек кез келген нәрсені дейді. Міне, бұл нәрсеге біз көңіл бөлейік. Бұл нәрсеге біз не істейік? Әрдайым көңіл бөліп жүру керекпіз. Ал енді қай кезде біз ескертуге болады? Қай кезде насихат айтуға болады? Егер кез келген бір туысқаныңыз немесе таныстарыңыз бір қателікті жасап жүр. Ол әдейі жасап жүрген жоқ, білместікпен жасап жүр. Намаз оқитын адам, оразасын ұстайтын адам білместікпен, шариғаттағы ол нәрсенің тыйым салғандығын білмегендіктен жасап жатыр. Ондай жағдайда сіз екіленбей ол адамға ескерту керексіз. Мысалы, намаз оқып жатса, демек намазда мынандай нәрсені жасауға болмайды. Дәрет алып жатқан кезде қателіктер болатын болса, оны ескерту керексіз. Бұна нәрсені жасауға болмайды деп. Себебі ол адам білместікпен жасап жатыр оны. Оның өзінде де мен ғайри ұнф, айғайлап, ұрсып емес. Неге мұнан бұлай жасамайсың? Анау мынау деген сияқты. Жай әдеппен, көркем мінезділікпен дейді. Міне. Вайда райта менхем шукран. Бұл нәрселерге біз не істейміз? Көңіл бөлу керекпіз. وإذا رأيت منهم كرامة وخيرا فاشكر الله الذي حبب إليكم وإذا رأيت منهم شرا فاكلهم إلى الله تعالى فإن ذلك كلام الحمقى. واعلم أن الله تعالى لا يسلط عليك إلا بذنب سبق منك فاستغفر الله من ذنبك. Мына нәрсеге де көңіл бөлейік. Біздің дейді, мына өмірдегі, қараңыз, қандай бір алдымызға қиындық келді. Бір бүкіл нәрсені жасайсыз, болмайды. Отбасыңызда жұбайыңызбен дұрыс емессіз. Балаңыз сөз тыңдамай бара жатыр. Сізге бір сынақ қой бұл өмірде келіп жатқан бұның барлығы. Бұлардың барлығы дейді негізі. Илля биден мен сабақа минка. Бұның барлығы негізі адамның өзінің жасаған күнәләрінің себебінен болады дейді. Сіздің, мысалы, отбасыңызда жұбайыңызбен арақатынасыңыз дұрыс болмай бара жатыр. Демек, сізде бір нәрсе дұрыс емес деген сөз. Алла тағаланың жіберіп жатқан жазасы болуы да мүмкін. Сондықтан, фастағфириллах мин зәнбик. Әрдайым біз күнәларымыздан тәубе етіп жүру керекпіз. Күнәларымыздан тәубе етсек, егер жаратушымен біздің арамыздағы күнәнің кедергісі тазаланатын болса, біздің дұғамыз қабыл болады бірден. Қай уақытта бір Алла тағаладан, жаратушыдан жалбарынып сұрайық, Алла тағала біздің қажеттілігімізді беретін болады сол кезде. Біздің сөзіміз баламызға, жұбайымызға өтімді болады сол кезде. Міне, сондықтан күнәнің, жасап жатқан күнәнің ақыреттегі азабы басқа, және сонымен бірге бұл өмірде біздің өмірімізге де тигізетін кесапаты, оның алып келетін зияны бар екен. Сондықтан бұл мәселелерге біз әрдайым көңіл бөлу керекпіз. ولا تنظر في عطفيك ولا تكثر الالتفات إلى ورائك. Енді мынандай бір жалпы сабақта отырған кезде дейді, жалпы өміріңізде болсын, қандай да бір үлкен ұстаздардың уағызына барған кезде мынандай әдептерге көңіл бөліңіздер дейді. ولا تنظر في عطفيك. Бұл жердегі عطفيك деген сөздің мағынасы жалпы біреумен сөйлесіп отқан кезде, сізге біреу сөйлеп бір нәрсені түсіндіріп жатқан кезде дейді, жан жаққа қарау негізі ол әдепке жатпайды. Біреу сізге бір нәрсені адам сияқты түсіндіргісі келіп жатыр, бірақ сіз оң жағыңызға қарайсыз, сол жағыңызға қарайсыз.
Ол әдепке сай нәрсе емес. Қарсы алдыңыздағы адамның көңілін аудара бересіз қайта-қайта. Және وَإِذَا جَلَسْتَ فَلَا تَسْتَوْفِزْ. Мынандай нәрсе бар. وَتَحَفَّظْ مِنْ تَشْبِيكِ الصَّافِيَ. وَتَحَفَّظْ مِنْ تَشْبِيكِ أَصَابِعِكَ وَالْعَبَثِ بِلِحْيَتِكَ. Бұл енді жалпы намазда да, мешіттің ішінде отырған кезде де, жалпы бір құрметті адамдардың алдында отырған кезде де көрсететін әдеп. Негізі әдеп бойынша, мысалы, былай ұстау негізі көп дінде әдепке жатпайды. Қолды былай ұстап отыру. Түсінікті ме? Немесе намазда тұрған кезде де болсын. Не болмаса, намазда тұрған кезде дейді, адам сақалымен ойнай беруге болмайды қайта-қайта. Түсінікті? Намаз оқып тұрған кезде сақалымен қайта-қайта ойнай беру, ол намазды бұзатындай дәрежедегі қателікке алып барады. Уайдихал ясаби, бұл мәселелер жалпы жақтан әдептер екен, қарасаңыздар. وَكَثْرَةِ التَّمَطِّ وَالتَّثَوْبِ فِي وُجُوهِ النَّاسِ وَفِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا. Тура сондай, мысалы, мүмкіндігінше намазда тұрған кезде бір есінеу келіп қалатын болса, есінеуді қайтаруға тырысу керек, мүмкіндігінше. Не болмаса намазда тұрған кезде, не болмаса сонда бір құрметті жиналыстарда тұрған кезде керіліп, созылу да ол не болып саналмайды, әдеп болып саналмайды дейді. Сондықтан сіз мұсылман ретінде жалпы бір кемел түрде әдепті көрсету үшін отырысыңыз, жүрісіңіз, тұрысыңыз әрдайым әдепті болсын, әрдайым тәртіпке бір әдептілікке, көркем мінезділікке сай болсын дейді. Мұнан қараңыз. Енді сабақта отырған кезде үнемі «Васқа иля кәләмил хасани миммен хаддәсәка мин ғайри изхари таәджубин муфритин». Сабақта отырған кезде, қандай да бір лекцияда отырсыз, басқа жерде отырсыз, адам негізі тыңдаудың, жақсы сөзді тыңдаудың бір әдебі бар. Құлағыңызды салып, ден қойып тыңдау керексіз дейді. Сіз өзіңіз тыңдамадыңыз, ар жақ бер жаққа көңіл аударып отырдыңыз. Егер бір нәрсені түсінбей қалсаңыз, онда қайтадан сол жерде сұрау ол әдепсіздік болады. Өйткені қателік түсіндіріп жатқан адамнан кеткен жоқ, өзіңізден кетті. Өзіңіз ден қойып тыңдамадыңыз, демек онда артынан сол сабақты тоқтатып тыңдау, сұрау ол әдепке сай нәрсе емес екен. ولا تحدث, мына нәрсе де бар. ولا تحدث عن إعجابك بولدك وشعرك وكلامك وتصنيفك وسائر ما يخصك. Жалпы біздің дінімізде тіл көз деген нәрсе бар, дұрыс па? Бір адамның көзі түсіп кетуі мүмкін, бір адамның тілі тиіп кетуі мүмкін. Сондықтан да сіз үнемі балаңызбен көптің алдында мақтана бермеңіз. Не болмаса, өзіңіз шығармашылықтың адамы болсаңыз, шығармаңызбен мақтана бермеңіз. Кез келген бір жетістігіңізбен дейді. Көрдіңіз бе? Кез келген жетістік. Көп туыс-туғандарыңызбен бөлісесіз, бірақ оны көптің алдына шығарып, мақтану оған қажет емес адамға. Себебі сол кейбір жағдайда көз, тіл деген нәрсе бар, сол нығметтен айырылып қалуыңызға себеп болуы мүмкін. Сол көптің алдына шығарып, сомен мақтануыңыз дейді. ولا تعلم أحدا من أهلك وولدك فضلا عن غيرهم مقدار مالك. Міне сонда айтып жатыр. Сондықтан сіз дейді, өзіңіздің әсіресе бұл рухани жақты айтып жатыр, көбінесе рухани жақ. Сіздің кей кезде жалқаулықпен намазыңызды қаза қылып жіберуіңіз мүмкін. Кей кезде, мысалы Рамазан айында кей кездер ораза ұстай алмай қалуыңыз да мүмкін. Бірақ сіздің жұбайыңыз, сіздің балаңыз сізді тақуа адам деп біледі ғой. Намазды қаза жібермейтін, ешқандай күнәға аяқ баспайтын адам деп біледі. Сондықтан сіз өзіңіздің жұбайыңызға да, өзіңіздің балаңызға да дейді, қараңыз. Сізде не болып жатыр? Намаздарыңыз қаза кетіп жатыр ма? Бүгін тәсбихті тартқан жоқсыз ба намаздан кейін? Рамазан айында жүрсеңіз, бүгін оразаңызды қаза қылып жібердіңіз бе? Жұбайыңызға да айтуға болмайды оны. Балаңызға да айтуға болмайды. Сіз отағасы ретінде сол намазды қаза қылмайтын әке, не болмаса адал, ешқандай аузына
асқазанына қарамас түсірмейтін ана болып, баланың көңілінде солай қалу керексіз сіз. Сіз дейді, қараңыз, егер олар сізден сондай бір қателік көретін болса, намазыңызды үнемі қаза жібергеніңізді, үнемі бір қалай деп айтсақ болады, дін үкімдерге өте бір немқұрайлы қарайтыныңызды көрсе, олардың көңіліндегі сіздің дәрежеңіз түседі. Одан кейін олар сіздің сөзіңізді тыңдамайтын болады. Одан кейін құрмет кетеді дейді. Сондықтан бұл мәселеге де не істеу керекпіз біз? Көңіл бөлу керекпіз. Мынандай нәрсе бар. وَلَا تُهَازِلْ أَمَتَكَ وَلَا عَبْدَكَ فَيَسْقُطُ وَقَارُكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ. Әсіресе, мысалы, әке болған адам, не болмаса басшы болған адам, не болмаса ұстаз болған адам, әрине пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда қалжыңдаған, әзіл айтқан, бірақ сіз өз деңгейіңізді бір мұсылман ретінде сақтап отыру керексіз. Үнемі әке ретінде баламен қалжыңдап, сонымен ойнап, баламен бала болып кетуге болмайды. Әрине ойнайсыз, қалжыңдасасыз, бірақ өзіңіздің отағасылық деңгейіңізді сақтап тұру керексіз дейді көп жерде. Тура сондай, ұстазсыз ба, шәкіртпен көрінген нәрсені айтып қалжыңдасып кетуге болмайды. Белгілі дәрежеде әзілдесесіз, бірақ өзіңіздің деңгейіңізді әрдайым ұстап тұру керексіз. Ара қашықтық болу керек дейді. Міне осындай нәрселерге де не істейсіз? Көңіл бөліңіздер, құрметті жамағат. وَإِيَّاكَ وَصَدِيقَ الْعَافِيَةِ فَإِنَّهُ أَعْدَى الْأَعْدَاءِ وَلَا تَجْعَلْ مَالَكَ أَكْرَمَ مِنْ عِرْضِكَ. Мынандай нәрсе бар. Сіз жай қолыңызда мал-мүлік бар кезде, атақ дәреже бар кезде, сізді ағалап, көкелеп, қасыңыздан табылып, бірақ сіз ауырған кезде, сіздің басыңызға қиындық түскен кезде қасыңыздан табылмайтын адамдар болса, қашып кеткен адамдар болса, ат тонын аулаққа сылған адамдар болса, ең жақсы олар ондай адамдармен көп араласпағаныңыз абзал. Сіз дос ретінде кімді таңдайсыз? Әрдайым ыстығыңызда қуаныш, сіз қуанған кезде қуанып, сіз жұбанған кезде сізбен бірге жұбанып, ауырған кезде қасыңыздан табылған адамдар болса, міне бұл сіздің шынайы достарыңыз болып табылады екен. Сондықтан бұл мәселеге біз көңіл бөлейік үнемі. Міне, құрметті жамағат, осы Бидаятул Хидая, жақсылықтың бастауы атты кітаптан осындай қысқадан нұсқа айту жеткілікті дейді. Негізі біз бұл кітапты өткен кезде бүкіл сіздерге аударған жоқпыз. Керекті, бізге өзекті жерлерін оқып, сіздерге аударуға жеткізуге тырыстық. Әйтпесе кітаптың бүкілін сөзбе-сөз аударып сіздерге жеткізген жоқпыз біз. Енді қараңыз, осы нәрселерді сіз өміріңізге қолданып көріңіз, осы сабақтарда айтылған нәрсені. Біз 3 топқа бөліп айтып едік. Ғибадаттағы әдептер, және күнәні тастау бөлігі, және мынау жаратылыспен араласу, қарым-қатынас бөлігі деп, осы кітапты 3 топқа бөлдік. Егер осы кітаптың ішіндегі айтылып жатқан өсиеттер, ақыл кеңестер, сіздің ақыл кеңестерге сіздің нәпсіңіз қалап, соны жасауға бір жүрегіңізде ынта болатын болса, не болмаса өзіңіз жасап жүрген іс-әрекеттер болса бұл күнделікті өмірде, фә'ләм әннәкә абдун нәуәрахуллаху тағала бил имани. Онда сен біл дейді, сен онда Алла тағала жүрегіңді ашып, жүрегіңді иман нұрымен нұрландырып қойған Алла тағаланың пендесісің. Қай уақытта, егер осы кітапта айтылған өсиеттерді жасауға ынтаңыз болса, не болмаса жасап жүрген адам болсаңыз. Түсінікті ме? Ал енді керісінше болса дейді. Керісінше болса. وَإِنْ رَأَيْتَ نَفْسَكَ تَسْتَثْقِلُ عَمَلَ بِهَذِهِ الْوَظَائِفِ. Осы айтылған өсиеттер сізге ауыр келсе, түсінікті ме? Не болмаса, бұндай нәрсе бар ма өзі дінде? Бұл деген бос айтылып жатқан әңгіме деген сияқты мүлдем қабылдамай, теріске шығарсаңыз бұндай нәрселерді. وَتَقُولُ نَفْسَكَ أَنَّهُ
яғни бұл ешқандай айтылып жатқан сөздер ешқандай пайда бермейді. Түсінікті ме? Бұнымен ешқандай біз не істей алмаймыз? Өзімізді дұрыстай алмаймыз. Бұнымен басшы бола алмаймыз. Бұл айтылған өсиеттермен біз министр болып кетпейміз. Бұл айтылған өсиеттермен біз байып кетпейміз ешқашан. Бізге қандай пайда тигізеді деген жүрегіңізде тәкаппарлық болса, қабылдамасаңыз осындай өсиеттерді дейді. Ондай болса, фа'лам анна шайтана қад ағуака ва ансака мунқалабака ва масвак. Біліп ал, онда сен шайтан әлде қашан сені азғырып қойған адам екенсің ондай жағдайда дейді. Ва ансака мунқалабака, саған дейді, шайтан, нәпіс ертеңгі баратын жеріңді, ақыретіңді жаратушының алдын ұмыттырған адам екенсің дейді. Міне, сондықтан өзіміздің жүрегімізге бір қарап көрейік. Сүмма алам аннаху қатту ла ясфу лакал мульку фи махаллатика фаддан ан қариятик ва балдатик сүмма яфутукал мулкул муқиму ва наиму даиму фи жуари раббил аламин. Ол өкінішті нәрсе. Не нәрсе өкінішті? Сіз өзіңіздің отбасыңызда қадірлісіз, жұбайыңыз құрметтейді, бала-шағаңыз сізді құрметтейді, ауылыңыз құрметтейді, тіпті бүкіл қала, ел құрметтесін, ел алдында құрметті адам болыңыз дейді. Бірақ ертең Алланың алдына барған кезде, жаратушының алдына барған кезде сіздің ешқандай құныңыз болмаса, ол алданып қалғаныңыздың белгісі. Түсінікті ме? Сондықтан біз әрдайым ертең Алла Тағаланың алдына шыққан кезде жүзіміз жарық бола ма? Алланың алдында біз дәрежеміз бола ма? Соған көп көңіл бөлейік деп бұл кісі өзінің кітабын осылай аяқтайды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алхамдулиллахи аувалан ва ахиран ва захиран ва батинан. Ва ла хаула ва ла қуата илля биллахил алиyyil азим. Ва саллаллаху аля сайдина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллим. Алла Тағала алған ілімдерімізбен амал жасауды нәсіп қылсын. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайдина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Я раббал аламин, я жаратушы Алла Тағала, осы алған ілімдерімізбен амал жасауды нәсіп қыла көр. Екі дүниемізге қайырлы қыла көр. Я раббал аламин. Ертең ақыретте өзіңнің алдыңа шыққан кезде осы сабақта өткізген әрбір сәттерімізді, я раббал аламин, бізге пайдалы құжат қыла көр. Амал дәптерлерімізге мол сауап қылып, мизан таразысына, я раббал аламин, сауап жағына мол сауап қылып сала көр. Я жаратушы Алла Тағала, я раббал аламин, баршамыздың отбасымызға амандық бере көр, я раббал аламин. Балаларымызға әдептілік, ибалылық нәсіп қыла көр. Я жаратушы Алла Тағала, я раббал аламин, осы мешіттеріміздің ішін иманды, берекелі жамағаттармен толтыра көр. Ұстаздарымыздың алдын, я раббал аламин, әдепті шәкірттермен толтыра көр. Осы айтылып жатқан әдептерді ең баста өзіміз жасауды нәсіп қыла көр. Я раббал аламин, біреуге айтып, өзіміз амал етпейтін пенделерден болудан сақтай көр. Я раббал аламин, я жаратушы Алла Тағала, біздердің көкіректерімізде жүрген қандай да бір дүниелік ақыреттік дұға тілектері болса, сол дұға тілектердің өзіңнің жәрдеміңмен тез арада қабыл болуы нәсіп қыла көр. Я раббал аламин, осы Теміртау жамағатына өзің береке бірлігіңді бере көр. Я раббал аламин, осы сабақтарымызға қатысқан әрбір жамағаттың отбасына өзің амандық бере көр. Я раббал аламин, я жаратушы Алла Тағала, қандай арман, дұға тілектері болса, тез арада орындалуын нәсіп қыла көр. Я раббал аламин, осы сабақтарда өткізген әрбір сәттерін амал дәптеріне мол сауап қылып жаза көр. Я раббал аламин, ертең баршамызға өзіңнің ең жоғары жәннәтің болған фирдауси жәннәтіңді нәсіп қыла көр. Я раббал аламин, я жаратушы Алла Тағала, әлемдегі барша мұсылмандарға өзің береке бірлігіңді, өзің күш қуатыңды бере көр. Я жаратушы Алла Тағала, барша қазақ еліне, я раббал аламин, тек қана жақсылық нәсіп қыла көр. Тек қана мол нығмет нәсіп қыла көр. Я раббал аламин, еліміздің егемендігін баянды қыла біргесен бүтін қыла көр. Не берсең өзің қайырыңмен, жақсылығыңмен бере көр. Бирахматика архамар рахимин. Аллаху акбар.
Жақсы, алла разы болсын баршамыздан.